Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше және де әдемі болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, оның үстіне сұйық май, қант салып жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Одан соң бір жұмыртқамен ашытқымызды салып тағы да араластырамыз. Мінекей толық араласып болған соң алдын ала еленген ұнымызды екі бөлікке бөліп, осылай қамырымызды илейміз. Қалған ұнымызды да салып, қамырымызды илеу қанғанша жақсылап илейміз. Қамырды илеп болған соң, үстін басып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа ашытып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтеріліп ашып шықты. Енді осыны екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін алып, дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз. Егерде видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, осы видеоға пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай бәрін жасап алдым. Енді қамырымызды осылай жаямыз. Булочкамызға 3 бөлік кететін болғандықтан, үшеуін осылай бірінші жайып алыңыздар. Енді дәл видеодағыдай қамырымыздың үстіне сұйық май жағып, оның үстіне қант сеуіп шығамыз. Енді қамырларымызды осылай орналастырып, дәл ортасын пышақпен кесіп аламыз. Осылай жасасаңыздар өте әдемі болып шығады. Жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, булочкамыздың бетіне жағып шығамыз. Одан соң қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей булочкаларымыз дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.